Ассалаумағалейкумдер. Бүгін желтоқсанның 18 жұлдызы Жаңаөзен қаласы. Жаңаөзен қаласына шығып бара жатырмыз. Сіздермен мен Ешман Мереке. Блогымызды жалғастыра берейік. Козерогты көтеріп қояйын былай, алдым дұрыс көріңкілемей. Күн бүгін таңертеңгісін шамал қатқақ болған, қазір міне босапты. Онда тайғанақ жоқ. Мына жерде жол сақшылары жүр, мінекей жол сақшылары жолдың қауіпсіздігін сақтау мақсатында. Мына Жаңаөзен қаласынан шығып бара жатырмыз. Күн не болған екен? Қалай десем болады сіздерге? Енді мен харизма дейді ғой, харизма тақырыбымен айтып тастайын сіздерге. Өзімнің кәдімгі шынайы сөйлеп отқан дауысыммен, кәдімгі осы сөйлеп, прямой эфир сияқты ғой. Енді мен бір жерден жаттап алып, не қылып айтып отқан дымым жоқ. Бүгін күн тұманды болған. Өйткені енді қаншама күннен бері өздеріңіз жақсы білесіздер, аяз болып, салқын болып тұрды дала, азды көпті. Одан кейін жылы ауа ағыны келгеннен кейін бу көтеріліп, қазір енді манағыдан жақсы. Мана деген жақын жерлерде бу болып жатыр еді. Өйткені жердегі салқын ауа, сонымен жылы ауа ағыны келіп, сонымен мына бу көтерілген, тұман. Ана Жаңаөзен деген жазудан мына жерге көпір басталады. Көпірден кейін бізде односторонный жол басталады. Двухсторонка пока. Әзірге. Дәл осыны односторонний бастырылған жерден Жетібай 64 километр. Таблода тұр екен. Таблода. 64 километр Жетібай. Жаңаөзен қаласынан.